Сен билмеген шығарсың, Қытайда тұтас ауылдарды жұтып қоятындай үлкен дөңгелек шұңқырлар бар екен. Олардың аспан шұңқырлары деп аталатынын да білмеген шығарсың. Кел, соларға кіріп шығайық, әрине, образды түрде. Аспан шұңқыры мандаринше Тянькен, тік қабырғалары мен дөңгелек жиектері бар, және тереңдігі 300 метрден асады. Олар көбінесе карст ландшафттарында пайда болады. Онда су миллиондаған жылдар бойы әктасты ерітіп, соңында төбесі опырылып түседі. Бірақ ең қызығы, шұңқырлардың көбі жер астында байланысқан. Аяғыңның астында жасырын үңгірлер, өзендер және опырылған камералар желісі бар, деп елестетіп көрші. Қытайда әлемдегі ең үлкен Тянькен шоғырлары бар. Әсіресе оңтүстікте Гуанси Хунань сияқты жерлерде. Кейбір шұңқырлар соншалықты кең. Олардың ішінде өзіндік микроклиматы, бұлттары, ормандары және сарқырамалары бар. Сыртқы әлемнен оқшауланған. Ғалымдар оларды карст процестерін зерттеу үшін пайдаланады. Жер асты биоәртүрлігін және экожүйелердің оқшаулануда қалай дамитынын зерттеу үшін пайдаланады. Туристер бірнешеуіне қауіпсіз бара алады. Бірақ есте сақтаңдар, бұлар нәзік, ежелгі ерекшеліктер.